Көлік жөндейтін шеберхана алдына 6 адамға арналған кезек күтушілер үшін шағын дәмхана ашып қояды да үйінің асханасында өз қолымен тағам дайындай бастайды. Оның көлік шеберханасы тағамдарының арқасында танымалдылыққа ие болады. Тіпті өз қолынан шыққан қуырылған тауық еті аңызға айналады десе де болады. Адамдар тағамға Гарланд Сандерстің кентуккилік қуырылған балапаны деген ат қояды. Яғни KFC сөзінің толық жазылуы Kentucky Fried Chicken. Сәлем достар, Керемет Медиа ұсынады. Видеоны бастамас бұрын арнама жазылып кетіңіз. Сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен қолдау. Бүгінде қарапайым халықтың фастфуд тағамдарымен жиі тамақтанатынын жақсы білеміз. Әлемде фастфуд тағамдарын дайындайтын брендтердің де бірнешеуі бар. Атап айтар болсақ, Макдональдс, Subway, Burger King, KFC, Wendy's, Hardee's, Taco Bell тағы басқа. Олардың бір шамасы біздің елімізде де кең танылып үлгерді. Бүгін біз отандастарымыздың асқазанын жаулап алған KFC тағамы туралы сөз қозғамақпыз. Атаудың брендтің отанын да аңғаруға болады. Компанияның штабы пәтері ақш-тың Кентукки штатында Луисвиллде орналасқан. KFC-ді жеген кез келген адам оны міндетті түрде екінші рет іздеп барады. Кейбіреуінің жиі жеп тұратын ең сүйікті тағамына да айналды. Сонымен KFC қалай пайда болды, оның сыртындағы сақалды кісі кім, осындай ерекше дәм үшін кімге алғыс айтамыз, осының бәріні алдағы видеода айтатын боламыз. KFC жедел тағамдар дайындайтын танымал мейрамханалар жүйесі. ақш-тағы ең алғашқы пайда болған жүйелердің бірі деуге де болады. Өзінің қуырылған балапандары арқылы әлем ризашылығына бөленіп жүр. Жедел дәмді, көтеріңкі көңіл күй, осы 3 талапқа сай келетін тағамды достарыңызбен, әріптестеріңізбен, отбасыңызбен жесеңіз тіпті жақсы. Бір қызығы KFC компаниясы оның дайындалу мәзірін құпияда ұстап отыр. Ал тағамды ең алғаш рет осылай ойлап тапқан адамның есімі Гарланд Сандерс. KFC компаниясының болашақ негізін қалаушы Гарланд Сандерс 1890 жылдың 9 қыркүйегінде дүниеге келген. Балалық шағы қиындыққа толы болған деседі. Ол тұрмысы төмен отбасында туылды. Әкесі фермерлердің тапсырмасын орындаумен тиын-тебен табатын, ал анасы жұмыс істемейтін. Гарланд 6 сыныпты бітіргенде әкесі қайтыс болады. Ол отбасында көмектесу үшін мектепті тастайды, яғни бар болғаны 6 жыл білім алған. Анасы жұмысқа кеткенде ең алғаш рет тамақ жасауды үйрене бастайды. Туыстары оның тағамдарын әрқашан мақтайды екен. Гарланд өзінің жанына жақын мамандық таба алмағандықтан 20 ғасырдың ортасына дейін он кәсіпті ауыстырады. Ол шина сатады, от жағушы, әскери қызметкер, ферма қызметкері, тасымалдаушы болып та көрген. Осылай әр кәсіптің ұшынан бір ұстап жүргенде автокөлік жөндейтін жеке шеберхана ашуды ойға алады. Кейіннен шеберхана алдында 6 адамға арналған кезек күтушілер үшін шағын дәмхана ашып қояды да үйінің асханасында өз қолымен тағам дайындай бастайды. Оның көлік шеберханасы тағамдарының арқасында танымалдылыққа ие болады. Тіпті өз қолынан шыққан қуырылған тауық еті аңызға айналады деседі. Адамдар тағамға Гарланд Сандерстің кентуккилік қуырылған балапаны деген ат қояды. Яғни KFC өзінің толық жазылуы Kentucky Fried Chicken. Осы бизнесін дамыту үшін көптеген қиындыққа тап болады. Ақыры үлкен жетістікке жетеді. 40 жасында ол Корбина қаласында, Кентукки штаты, жанармай бекетін ашып, онда келушілерге өз рецептімен дайындалып, белгілі бір дәмдеуіштер қосылған тауық етін ұсынады. Дәл осы тағам Сандерстің өмірінің шешуші рөл атқарады. Кейінірек тұтынушылар тек жанармай құю үшін емес,
дәл осы тағамнан дәм тату үшін келетін болады. Сандерс алтын балық ұстағанын түсініп, оның дәмін арттырып үлкен ғимаратқа көшірді. 1950 жылы ол Кентуккиде танымал болған соншалықты штат губернаторы өзі оған Кентукки полковнигі атын берді. Осы кезде қазіргі KFC-дің бетіндегі бейне қалыптасты. 1955 жылы алғашқы қиындықтар пайда болып, полковник ресторанының сұранысы азая бастады, бірақ Сандерс қаражат тауып өз ресторандарын көбейтіп, 1964 жылы 74 жасында Дэвид Сандерс оларды Кентуккидің кәсіпкерлеріне $2 миллион сатты. Ол кезде ресторандардың саны 600-ден асатын. Полковник 1980 жылы 90 жасында қайтыс болған. Оны KFC-дің бетіндегі бейне, яғни ақ костюмімен жерлеген. Ол қайтыс болған соң компания бірнеше рет сатылған. KFC-дің иелері Randall's, Tabak және компания PepsiCo сынды компаниялар болды. 1997 жылдан бастап KFC америкалық Yum! Brands компаниясының меншігінде. Қазір ресторанның мәзірінде әртүрлі тағамдар бар. Олардың бәріне ортақ дүние құрамындағы тауық етінің болуы. Бүгінгі күні әлемнің жүздеген елінде 10 мыңдаған KFC ресторандары бар. Гарланд Сандерс көбіне классикалық киім киген, ақ костюм мен қара бабочканы тастамайды екен. Ол KFC компаниясының логотипіне де осылай бейнеленеді. Осы бейнесі арқылы америкалықтардың әлем халықтарының жүрегінен орын алады. Дәл осы кейіпте есте сақталып қалады. Гарланд өмірінің соңына дейін компаниясын жеке инвесторларға сатты, ал қазір оның иесі Yum! Brands компаниясы. Мұнда 24 мың қызметкер бар. KFC дәмханалар жүйесі әлемнің 50 елінде жұмыс істейді.